Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге осы кәдімгі қарапайым пияздан қалай көк пияз алуды көрсететін боламын. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастайтын боламыз. Ең бірінші бізге ағаштың опилкасы керек. Осыны аламыз да жақсылап суға салып сүзіп аламыз. Сүзіп алғаннан кейін осылайынан ылғал болып тұру керек. Кейін пияздың бас жағын кесеміз. Пияздың мұршасы бар жерін кеспейміз. Осылайынан пакетке орап жақсылап шабамыз. Және бұл жылы жерде тұру керек. Осылайынан аузын жақсылап жауып аламыз. Видеода көрсетілгендей алғашқы өскіндер бізде пайда болады. Кейін бұлар уақыт өте келе осылай ұзара бастайды. Мінекей осы жерде көріп тұрғандарыңыздай тамырлаған осы барлық тамырларын көрсетіп тұрмыз. Сіздердікі де осылайынан тамырлау керек. Сол кезде ғана кәдімгі қарапайым пияздан көк пияз ала аламыз. Бағана видеода көрсеткендей кішкентай өскен кезде ағаштың опилкасына жылы су кішкене құйып тұрамыз. Кейін уақыт өте келе бізде осындай көк пияз шығып бастайды. Мінекей осы кезде ұзарған кезде. Сонымен қатар бізде ескеретін жағдай бар. Өскеннен кейін біз пакетті ашып қоямыз. Және сол жерді ылғалдандырып тұрамыз. Осы нәрсені ескеріңіздер. Мінекей менің көк пиязым шамамен 20 күнде дайын болды. Егер сіздер де менікінде көк пияз өсіргілеріңіз келсе, ағаш опилкасына мен айтқан кеңестерді қолданып, осындай көк пиязды ексеңіздер болады. Мінекей видеодан сіздер көре аласыздар, өсімдік тамырлаған. Мінекей жақынырақ тамырын көрсететін болсақ, дәл осы кеңестерді пайдалана отырып, сіздер де 20 күннің ішінде көк пиязды өсіре аласыздар. Қазірге сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.